Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін біз қайталанбайтын және қайталанатын комбинаторикалық элементтерге байланысты есептердің кезекті төртінші есебін талдайтын боламыз. Сонымен төртінші есеп. Үлкен супермаркетте өте көп 6 түрлі сусын бар. 4 дос бір сусыннан алғысы келді. Олар қанша түрлі тәсілмен осы сусындарды ала алады дейді. Сонымен жауап бұл жерде 1228, 1254, 1248, 1296 деген сандар шығып тұр екен. Енді біз бұл есепті шығару үшін қандай формулаға саламыз, соны біліп алайық. Бұл есепті шығару үшін біз қайталанатын орналастыруға салады екенбіз. Сонымен қайталанатын орналастырудың формуласы А 6-да 4. Қайталанатын болғанымен оның төбесіне сызықша белгісі қойылады. Тең болады 6-ның 4 дәрежесі. Яғни бұл супермаркетте өте көп, бұл 6 түрлі сусын, және бізде 4 қана досымыз бар. Олар біреуден алып жатыр. Сондықтан қайталанатын орналастыру болады. Сонымен 6-ның квадратына көбейтемін. Бұл жерде 36-ның квадратын сұрайды, ал 36-ның квадрат деген бұл есепте 1296 болады екен. Сонда есептің жауабы 1296. Бұл жерде 6-ның 4 дәрежесі деген кезде 8 болмайды, 4 болмайды. Мына жерден тағы 8 болмайды. Сонымен жауабын бірден 1296 деп жазуға да болады екен. Кезекті 5-ші есебі былай дейді. Шағын дүкенде соңғы 6 түрлі сусын қалды. 6 дос бір сусыннан алғысы келді. Олар қанша түрлі тәсілмен осы сусындарды ала алады екен дейді. Сонымен сұрақ бойынша біз комбинаториканың алмастыруына салады екенбіз. Алмастыру. Сонда Б-ның индексіне 6 деген сан жазамыз. Сонда бұл болады 6 факториал. 6 факториал дегеніміз ол 1-ден бастап 6-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. Болады көбейтем 6. Бұл жаттанды сан болып тұр. 720. Сонда берген есептің жауабы мына тұр. С деңгейі, яғни 720-ға тең болып тұр екен. Кезекті 6-шы есебіміз. Шағын дүкенде 6 дана сусын қалды. 3 кола, 2 фанта, 1 спрайт екен. 6 дос бір сусыннан алғысы келді. Олар қанша тәсілменен осы сусындарды ала алады деген екен. Жауаптары 60, 70, 80, 50 деген сандар. Сондықтан біз бұл есепте алдыңғы 5-ші есептегідей алмастыруды пайдаланамыз. Алмастыруды. Ал енді алмастыруды қалай пайдаланамыз? Алмастыру бұл жерде қайталанатын алмастыру болады. Сонымен тең 6 факториал, коладан 3, яғни 3 факториал болады. Көбейтемін 2 фанта бар, 2 факториал болады. Көбейтемін 1 спрайт, 1 факториал болады. Тең. Бұл жерде бөлшектің бөлімінде ең үлкеніміз 3 факториал, сондықтан алымда 3 факториал қалсында ары қарай 4, көбейтемін 5, көбейтемін 6-ны ашамыз. Бөлшектің бөлімінде дәл солай 3 факториал қалады. 2 факториалды ашам, 1 көбейтемін 2 деп, 1 факториалын 1-дің өзіне тең. 4 пенен 2 қысқарып кетеді, сонда бізден көбейтіледі, бұл жерде бөлшек болмайды. 2 көбейтемін 5, көбейтемін 6 болады екен. Соныменен бар жауабы 60, үшеуін бір-біріне көбейткен кезде 60 деген жауап. Ол мына жерде А деген жауапқа сәйкес келіп тұр. Сонымен құрметті көрермен, бүгін біз қайталанатын және қайталанбайтын комбинаториканың элементтеріне байланысты кезекті 2-ші видеомыз 4, 5, 6-шы есептердің толық шығарылу жолын көрсеттім. Егер каналды пайдалы деп тапсаңыздар, онда лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Хош, сау болыңыздар.